Сәлем достар, бүгін сіздермен лимон арқылы арықтау туралы айтатын боламыз. Пайдалы ақпараттарды алып отырғыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Лимон арқылы арықтауға бола ма? Лимонмен арықтау диетасы. Лимонмен арықтау үшін өте тиімді тәсілдердің бірі. Ал лимон қышқыл ас қорытуға пайдалы. Ол ағзадағы ферменттермен және өзге қышқылдармен байланысқа түседі. Ас қорытуды әрі асқазан сөлінің бөлінуін жылдамдатады. Лимон цедрасының құрамындағы пектин ішек қабырғасын қаптайды. Бұдан басқа лимонмен арықтау көмектесетін тағы бір қасиет бар. Ол қарын ашуды бәсеңдетеді. С витаминіне бай лимон қышқылы иммунитетті жақсартып, ас қорытуға көмектеседі. Сонымен қоса лимон құрамында А, Б, П дәрумендері, калий, мырыш, бор және мыс бар. Егер сіз лимон жегенді ұнатпасаңыз, онда лимон диетасын байқап көріңіз. Бұл диетаны сынағандардың басым бөлігі оң пікірлерін білдіріп жатады. Алайда лимон арықтауға тиімді болғанымен, оның да қарсы көрсетілімдері бар екенін ұмытпау керек. Оны түстері сезімтал, асқазанның қышқылдық деңгейін жоғары, асқазан ішек ауруларымен ауыратын жандардың арықтауы үшін қолдануға кеңес етілмейді. Су және лимонмен арықтау. Лимонды су асқазандағы қышқылдық деңгейін көтереді. Нәтижесінде асқазандағы кальций тез сіңіріледі. Кальций өз кезегінде арықтауға көмектеседі. Ол артық майды кетіріп денеге қуат сыйлайды. Дәл осы себептен артық салмақтан арылғысы келетін жандар кальцийді жеткілікті мөлшерде тұтынуға тиіс. Алайда кальций глюконат тәрізді дәрілерді жеудің орнына құрамында протеині бар тамақтарды жеген дұрыс. Лимонды су кальцийдің сіңірілуін жылдамдатады, яғни тез лимонмен арықтауға көмектеседі. Зерттеушілердің сөзіне сүйенетін болсақ, денедегі артық салмақ тамақтың дұрыс қорытылмауынан пайда болады. Диеталардың көбі асқазан ішек ауруларын емдемейді, ал лимонды су ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіріп, асқазаны зиянды заттардан тазартады. Сонымен қоса, лимонды диетаның тағы бір жақсы тұсы өзіңді тәтті жеуден шектеудің қажеті жоқ. Диетологтар лимонды судан басқа ас мәзіріне лимонның мәйегі мен шырынын қосуға кеңес береді. Осы диетаны ұстанып, аз арада тамаша жетістікке жетуге болады. Лимонды суды қалай ішу керек? Лимон қосылған суды ішуді таңертеңнен бастау керек. Салмағы 70 кг шамасындағы адам үшін лимонның жартысының шырыны керек, 1 стақан су керек. Салмағы 80 кг-нан жоғарылар тұтас лимон шырынын және 1 стақан суды өз талғамыңызға сай көбейтесіз, не азайтсаңыз болады. Шырынға 1 қасық бал қосуды болады. Нәтижесін көру үшін лимонды сусынды жиі ішіп тұру керек. Бұл сіздің келбетіңіз үшін ең арзан әрі ең тиімді мүмкіндіктердің бірі. Лимонмен арықтау, қарқынды түрде салмақ тастау. Лимонмен арықтауға тағы бір жол бар. Ол диетаның бірінші күні 1 стақан суда 1 лимон шырынымен араластырып ішу керек. Келесі күні 2 лимон шырынын 2 стақан суда араластырасыз. Осы ретпен күн өткен сайын лимонның шырынын мен суын мөлшерін арттыра түсесіз. 8-ші күн үзіліс. Бұл күні 3 литр су және 3 лимон шырыны, 3 үлкен қасық бал қосылған суын дайындап ішу керек. 9-шы күннен бастап лимонды диетаны кері ұстанасыз. Бұл күні 7 лимон шырынын 7 стакан сумен араластырып ішесіз. Келесі күні 6 лимон мен 6 стакан су, содан соң 5 лимон мен 5 стакан су және дәл осы ретпен кете бересіз. 1 аптадан кейін диета тамамдалады. Жалпы диетаны 16 күн ұстанасыз. Лимонды судан басқа лимон тілімдерімен тағаммен бірге жеуге кеңес етіледі.
Диетаны ұстанғанда 2 апта бойы тамақтан шектеу жоқ. Не жегіңіз келсе де ерік өзіңізде. Алайда бірнеше қағида есіңізде болсын. Әуелі лимонды суды үнемі таңертең ішу керек. Лимон қышқылас қорытуға көмектесіп, асқазанды тазартады. Күніне кем дегенде 6 стақан жай су ішу керек. Бірнеше рөмке қызыл шарап ішуге рұқсат, бірақ шай мен кофе газды сумен табиғи шырыннан алшақ болғаныңыз дұрыс. Жеміс-жидек пен көкөністі кем дегенде 5 рет жеу керек. Олардың құрамында калория аз да, дәрумендер мен қоректі заттар көп. Иммунитетті күшейтеді, гормоналды жүйенің теңгерімін сақтайды, жүйке жүйесін тыныштандырады, ағзадан май мен зиян заттарды шығарады. Лимон мен қант арқылы арықтау. Қанның құрамында глюкозаның жетіспеуінен адам ашушаң келеді, басы жиі ауырады, қалжырайды, өзін жайсыз сезінеді. Сондықтан қандағы қант мөлшерін қалыпта ұстау керек. Алайда оның қанда шамамен тыс болуы артық салмаққа әкеледі. Егер дайын тамақ үстінен лимон шырынын сепсе, ол ағзадағы түсетін қант мөлшерін шамамен 30%-ға азайтады. Диетологтар цедраны сорпа мен салаттарға, ал шырынын балық пен тауыққа қосуға кеңес береді. Протеин қант мөлшерін қалыпта ұстауға көмектеседі, ағзаға май мен көмірсулардың түсуін тежеледі. Мамандардың айтуы бойынша арықтағысы келетін адамдарға күріштің, ақ нанның, жүгері қауызының, картоптың құрамында қант мөлшері жоғары екенін ескертеді. Жеміс құрамындағы қантты шамадан тыс көп жеуге болмайды. Сондықтан жеміс-жидекті жаңғақпен немесе дәндермен жеген абзал. Артық салмақтан арылу үшін тәттілендірушілерді де қолданбау керек. Лимоннан алынатын эфир майы. Лимонды эфир майы арзан тұрып қана қоймайды, ол өте пайдалы. Оны тұмауды емдегенде, жүйке жүйесін тыныштандырғанда, арықтағанда, целлюлитті кетіргенде, варикозбен күрескенде қолданады. Лимон майы керемет қасиетке ие. Әсіресе ол лимонды жей алмайтын адамдарға пайдалы. Себебі оны массажға, ваннаға қолдану арқылы арықтауға болады. Қандай да бір диетаны пайдаланар алдында өз дәрігеріңізбен кеңес алғаныңыз дұрыс. Өйткені өз денсаулығыңыз өзіңізге ғана керек. Келесі шығарылымдарды көру үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Каналымыз сіздерге қызықты әрі пайдалы болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы. Бізбен бірге болыңыздар.